Жаңа коронавирус көп, адамдарда осы уақытқа дейін анықталмаған коронавирустың жаңа штаммы. COVID-2019 деген атауға ие болған жаңа коронавирус 2019 жылдың желтоқсан айында Қытайдың Ухан қаласында аурудың таралуы барысында анықталды. COVID-2019 жұқпасының белгілері басқа да респираторлық аурулардың белгілеріндей болуы мүмкін. Оның клиникалық белгілеріне мұрыннан су ағу, тамақтың ауыруы, жөтел және дене қызуының көтерілуі жатады. Кейбір адамдарда ауыр түрде өтіп пневмониямен тыныс алудың қиындауына әкелуі мүмкін. Сирек жағдайда ауру өлімге алып келеді. Бұл вирусты аурудың ауыр түрімен егде жастағы және сонымен қатар ағзасында басқа да патологиясы бар, мысалы қант диабеті, жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары бар адамдар ауруы ықтимал. Қоғамдық орындарда түшкіріп немесе жөтеліп жүрген адамдардың минимум 1 метр ара қашықтықты сақтау керек. COVID-2019 респираторлы жұқпамен ауыратын адам жөтелгенде немесе түшкіргенде вирус бар майда тамшылар айналасына таратады. Егер сіз науқас адамның жанында болсаңыз, онда вирус сол ауаны жұту арқылы жұқтыруыңыз мүмкін. Қолдарыңызбен көздеріңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Не үшін? Біз көптеген заттардың бетін қолдарымызбен ұстаймыз. Онда вирус болуы әбден мүмкін. Содан кейін көзімізді, мұрнымызды және аузымызды ұстағанда қолымыздағы вирус ағзамызға тарауы ықтимал. Қоғамдық орындарда түшкіріп немесе жөтеліп жүрген адамдардың минимум 1 метр ара қашықтықты сақтау керек. Сақтық шараларды сақтай отырып, өзімізді бұл аурудан аман есен сақтайық. Қазіргі індетке байланысты біздің мектепте көптеген ауқымды сақтық шаралары өтілуде. Бастауыш кезекші сыныпта білім алып жатқандықтан біз алдын ала сынып бөлмелеріндегі үстел орындықтардың ара қашықтығын сақтай отырып орналастырдық. Арнайы антисептикалық жабдықтарменен қамтамасыз етілді. Сынып бөлмелерінде дәлізде тұрған сақтық шаралар бойынша түсіндірме жұмыстарды оқушыларға жүргіздік. Әрбір сыныпта коронавирустың алдын алу мақсатында тәрбие сағаттарын өткіздік. Барлық сынып үзіліске бір уақытта кіріп шықпайды. Әр сыныпқа ұсынылған арнайы кесте бойынша үзіліске шығып кіріп отырады. Біз үнемі сақтық шараларын қолданудамыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, індетке жұмыла қарсы тұрайық.